Сәлем, қалайсыздар? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде новый видео. Ұзын сөздің қысқасы мектепке дайындық. Мінекей бізде back to school дейміз ба? Достар, біз уже сабақ жақындады. Сабаққа деген неше күн қалды уже? 5-ақ күн қалды достар. Біз қалғанда канцелярский товарларды алып жатырмыз. Енді менің қолым тимеді жұмыстан, сол өзім барып алдым, ето балаларды ерткен жоқпын ешқандай. Жұмыстан келе жатып өзім осы болады-ау деп приблизительно ала салдым. Ондай көп товар алған жоқпын, өйткені бірнеше заттар өздерінің ито бізде алдында бірлетті суретке қатысқан кезде біз қарандаш, ручкалар болған, соларды майлы қарандаш ондай карандаштары, цветной карандаштар, простой карандаштар, біраз заттар, акварельный краска дегендер өздерінде бар. Сондықтан енді сымбат қолындай керек емес, Әбілмансұрға керек емес. Бізде енді начальный класста Ақнұр оқысын, Ақнұрға керек. Енді достар, мен жаймен деп көрсетейін. Мінекей тетрадьтар, қазір қарайтын болдық қой, іші ақ па, қоңыр ма, ито ақтың өзі нашар болады екен. ито андай өшіретін ручканы өшірсең оның не жыртылып қалады екен. Иә, сондықтан енді мына жерде 10 тетрадь мынадай косую ала салдым, қисық көз. Ақнұр 3-ші классқа өтіп жатыр, бірақ олар анандай линейку жол көзге жазады деп неғып, сонда да мүмкін жаза берер дедім да. Немесе андай дәу көзге жазып қалуымыз мүмкін біз. Оның ала салдым. Сосын қалғаны клетку, линейку дәптерді алдым. Онан кейін сымбатқа мынандай общий дәптер пәндік алдым. Ашып көрейік. 12 пәнге арналған екен. 12 пәнге ма? Енді бәріне жетеді ғой. Былтыр да осындай ұстадың ғой. Басқасы. Былтыр жұқа тұғын, несі беті аз тұғын. Енді мынау 36 беттік екен. Прям күшті. Мына қараңыздар. Фрукты. Мына қараңыздар. Ананас, голубика, кукуруза, клубника, орех. Мына қараңыз. Киви. Қазақ тіліне арнаған. Қазақ әдебиеті прям. Әдебиетке дейін қойыпты. Әдебиет, ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі, информатика, физика, алгебра, биология. Помидорға дейін қойып қойыпты ғой. Мінекей химия, тарих, география және геометрия. Мінекей осы бүкіл пәніне таусылып жатса, енді бұда таусылады геометриясы, алгебра, сосын орыс тілі дегендер болды ма? Солар енді көп болатын пәндер не қылады, таусылып қалады. Онан кейін тағы мынандай общий тетрадьтар алдым, Әбілмансұрға алдым, сосын тағы бір қыздікін ала салдым, білмеймін, пайдаланған. Ақнұр қоймай отыр, Ақнұр алатын шығар. Бұл 48 беттік дәптерлер. Не математиканың мындай анасын тез бітіп қалады, тез жұмыста күнде болады ғой. 5 сағат болғаннан кейін, онан кейін мынадай үшеуіне бірдей қалды. Бірақ 3 ауысыпты бұлардың достар. Күнделік 5 күндік, күнделік былтырғы күнделік 6 күндік болып қалды деймін, иә. 5 күндік күнделік алдым. Мынадай обложкасы тастай әдемі бірден пленочный обложкасына дейін берді. Это жұмсақтар ұнамайды ма? Былтырғы алғанымыз жұмсақ болды, иә? Жоқ, тастай осындай. Соны тастай. Бұрында сынақтар. Әдемі нелер шықты, күнделіктер шыққан, прям сырты кожаный обложкасы бар. Бірақ не керегі бар дедім, алғым келді, оның не керегі бар, бәрді біз андай ақ пеше бумагамен, А4-мен не шығарамыз? Обложкасын шығарамыз.
Онан кейін мынандай клееночный обложка салдым. жазып шығарамыз. Ала бердім. Онан кейін сызғыш алдық. Сызғыш әдейі мынандай деревянный сызғыш алдым. Былтыр біз алдыңғы жылдары оның алдында бір гелевый ма бірдеңе алдық. Былтыр пластмассовый алып едік, олар шытынап сынып кетеді екен. Біз осында алғанбыз, ұзын алғанбыз. Енді мынадай деревянный мықтысын алдым. Деп. Бізге керек ол. Онан кейін мынадай циркуль, транспортир бұларға керек. Сымбат пен Әбіл Мәнсұрға екеуін бірдей ала салдым. Осылар геометрияда. Маған керек жоқ, тым пайдасы. Онан кейін Сымбат қоймады, мама маған калькулятор керек деп. Ашып көрсетеміз. Мінекей, ашып көрсетейік. Бұлар мықты екен, қарашы. Мінекей мынадай. Білмеймін, неге қызыққа, білмеймін, калькулятор. Бұның басқан кезде бір өлең шығады. Не ғой, дыбысы бар ғой, иә. Қараңыз. Иә. Мынан музыка шоқ болады. Ол деген миыңа әсер етеді, дың деп. Сол калькулятор алдық, онан кейін клей алдым. Маған осы клей ұнайды. Мықты. Дельфин клей. Дельфин бүкіл заттары жақсы канцелярский товарлар. Үлкен, кішкентайын алдым, үлкен Ақнұрға алдым. Ақнұр үлкені бастауышта болған. Көп не жасаймыз. Онан кейін штрих дегенді негізі өзім ұнатпаймын, достар. Сымбат мама алып келіп көп қолданады. Ал мен өзім де мысалы мұғалім болғаннан кейін жек көремін осы штрих қолданғанды. Өзім де қолдана қоймайым, балаларыма да қолданғанды. Алып бермейді қашы. Иә. Онан кейін мынадай ручкалар алдым. Енді білмеймін, ручканың түрі көп, былтырларда көп ручка жұқпай қала береді. Бірақ мына ручканы, мына Ақтанның ручкасы сол оригинал жақсы деп былтырларда алып. Бастар деу ручкаларын ұштар ше. Сосын осындай алдым, ручканың түрінен алдым, енді көрер өздері. Бірақ тез бітіп қала береді, ауық ручка бітіп қалады. Онан кейін карандаштарды алдым, простой карандаштар. Простой карандаштың, Yellow'ның простой карандаштары бар екен, оның екеу ақпақ алып тоған. Бұл да Yellow'ның екен ғой. Бәсе, біреу. Міне, үшеуде Yellow'ңдікі, негізі Yellow'ның карандаштары несі жақсы, ұнайды маған өзіме. Мінекей. Онан кейін қайшы алдым, Ақнұрға қайшы. Басқа балаларға қайшы қажет жоқ. Білмеймін, осы үйге қайшы көп ет. Қайша келгіш, бірақ оны қайда жоғалтып жүр. Айтайын ба мен? Оны скотчпен қиям ғой, бір заттар жасаймын өзімше отырған кезде. Содан скотчпен қия алмағанмын. Анандай ютубтан лайфхактар көреді да, түрлі. Содан кейін осы қайшымен скотчты қияды. Онан кейін ол қайшыға клей жапсатты, екінші өтпей қалады ғой. Қой десем қой. Скотч, енді бізге скотч көп керек, таусылып қала береді. Онан кейін мынау пластилин, алты цветтік жұмсақ. Это уже Мейіржан, әкейін, маған керек. Цветтері приятный міне. Маған керек емес болса Мейіржан артта кекермен деп мұжып отырады ғашы. Негізі жақсы пластилин деген әдейі неғып болған ғой. Ішінде пышағым. Пластилин деген баланың мелкой моторикасына жақсы, жазу жақсы болады. Мен өзіме мынадай простой не ала салдым. Пенал ала салдым. Күшті маған, мұжып алмай. Бірақ мынандай пеналдар тұр, онша ұнамады солар. Еш жерге сыймайды сол, иә? Мамаға керек емес ондай. Тек мама ручкаш, ұстағыш, ручка. Онан кейін точилка, қалам ұштағыштар алдым. Екі түрлі ғып, біреуін Әбіл Мәнсұрға, басқа ғылымда қыздарға мынадай бала салдым. Точилка деген көп, екеулік ше, жуан карандашқа, жіңішке карандашқа. Бізде жуан карандаш жоқ. Кішкене жіңішке карандаштар. Онан кейін стикер.
әр түрлісі бар екен. Сымбат өзі жүрек сүйкер дейді, сосын жүрек сүйкер әкеп бердім неге. Енді әр түрлі цветтен приятный сондай міне. Әдемі. Ашық көрсе, бұлардікі рахат екен, ашқаныңыз ыңғайлы не. Ятында қағаз тұр, бір басқа. Соңы ғой. Дальше мінекей тетрадный обложкалар. Үшеуін алдым. Біреуіме алып кетем, келді апай дәптерға беретім да, дөндеп бір береміз. Бай, прям, я. Одан кейін мынау бұл да елоңдікі. Стеркалар. Қазіргі стерканың көп санда не кете береді ғой, білмеймін. Жаман бұл кете Алдым береді. енді майдаланып, үгітіліп қала берді. Қасымда қыз айтты, мыналар тастайлау жақсы деп. Сосын алдым. Еще жоқ? Цветі де әдемі. Шикарат приятный қақсы міне. Мен жаңа осындай түсін алдым. Сымбатқа мына түсін беремін. Әбілмәнсұрға мынадайын ала салдым. Гелевый сияқты. Ұл бала ғой дедім да. Зеленый тұрмы? Білмеймін. Әбілмәнсұр Осыға керек емес қолданбайтын сияқты. Онан кейін цветная бумага. Цветная бумага бізде мынандай картон плюс бумагалы. Оны десе жұмсақ болады. Бұның да цветтеріне қараңыздар, приятный екен. Әдемі, яркий, фиолетовый. Маған ең ұнайтын түсі сары ұнайды. Күшті. Онан кейін рисование, альбом для рисования. Куроми деген. Бас қайдан тауамын, ішін тауамыз ба? Сон куромидің бүкіл нәрсесі бар ғой ішінде. Стеркасы да бар, Мама, стеркасы, магазин точилкасы, стеркасы вообще ұнамады маған. Өйткені мынадай құлақтары бүйтіп ыңғайсыз. Ыңғайсыз бет өшірген кезде ше. Иә. Ма? Кейін мынадай обложка үйде де бар. Мынаны біреу ала салдым, ішінде 10 штук тұрады. Қалғанын білмеймін. Сымбаттардікі уже стандарт болса, кітаптары бірден сол жерден кітап қаптың өзін алып отыр. Мынау ұнамайды, жабысып қалады. Сосын ол кітапта алынбайды, жыртылады. Бізге апай мынандай қаппас ұнамайды маған. Онан кейін мынау қыздардың өздерінің нелері. Мынау күшті ше. Кітапқа подставка. Бұл да елоңдікі, міне өте әдемі, мықты. Құлап кетпейді. Былтырғылары бұл деген. Былтыр алды еш жері бүлінген жоқ, мінекей. Сымбатқа мынадай қызылын алғанбыз, ақмарға мынадайын алды. Біздің кітаптар ортасынан бүйтіп ашқан. Осы достар мектепке алғандарымыз, Сымбат былтыр алғанбыз, мынадай сумка. Былтыр қосымшаға барғанда бір кішкене ғана ұстады. Бұл еще басқа кожаны біз не алғанбыз, розовый мынадай рюкзак сумка алғанбыз, соны ұстаған. Биыл енді мама кітаптарым кішкентай, осыны ұстайын деді, кітап сумка алмайын деп. Осы арасында мен де ұстап аламын ғой десе. Сымбат Ақнұрға мынадай шоппері бар екен. Өзі қара түсін таңдап. Мен бір сиреневый, бір розовый цветтер болған, маған сол ұнайды. Кір көтереді мама деп осыны алып. Біздің киімдеріне подсып қабағын да андай. Қалтасы көп бұлай. Шоппері, ішіндегі красоттар бар. Рюкзагы, ішінде өзінің несі бар. Білмеймін, түсініксіз, мыналардың бәрін неге көп қып жасай бермеймін. Түсінікті, я? Тыйын салатыны. Пеналы, мынау несі білмеймін. Көп әйтеуір. Мынау карандаштары, мынау новый күйінде тұр. Карандаштары. Мен бір-екі рет пайдаландым, бірақ ше. Бұл да елоңдікі, міне. 18 цвет. Мінекей. Цветтері полностью шыққан жоқ, төгіліп кетеді деп тұрмын. Астында бүйтіп алсаңыз болады еді. Мінекей. Күшті. Уже қандай күшті шығады. Сары көбінесе болады. Масляный ғой. Жақсы өте. Түстері көп ішінде. Качествосы өте күшті екен. Мінекей. Рахмет сізге, Ақнұр Ханшайым. Осы достар. Жаңа оқу жылы құтты болсын, балалар.
мына резинкасы ғой, иә. Шашына қараяға, қосымшаға Неге барғанда маған қара не қылады, ақты сабаққа барғанда бантиктің астынан тағамыз деп. Достар, мен үшін кіттейін алып дейсіз, менің шашым өте жұқа. Иә, ақтың жасы өте жұқа, сондықтан мынандай кішкентай жұмсақ резиналар алып. Дәу болсам шашымда 4-5 рет. Ал енді достар, жаңа оқу жылы құтты болсын балалар. Өте ақылды, дарынды балалар болыңыздар. Оқуда озат болыңыздар достар. Табысымыз көп болсын. Уайымыз жоқ болсын. Я лайым, Алла уайымызды жоқ қылсын. Барлығы ең бастысы денсаулығымыз мықты болсын. Біздің каналымызға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар.